Зекетті жағдайы нашарлау туысқанға беруге бола ма? Беруге болады емес, ғадеке соларға беру керек. Біз анау айдаладағы Африкаға құдық қазып, одан кейін барып, шетелге қазып, дұрыс емес. Ең бірінші зекеттің ақысы ағайын туысқа беріледі. Зекет дегеннің өзі ағайындардың ортасын жалғаушы деген сөз. Тек қана бір шарты бар. Зекетті берген кезде, мә, саған зекет десеңіз қабыл болмайды. Или зекетті беріп болғаннан кейін, беріп жатырмын ғой саған, өткенде зекетті не істедің деп сұрасаң, ода да қабыл болмайды. Сіздің жұмысыңыз беру. Бізде анау зекетке қажылыққа барып кел деп беріп жатқандардың қажылығы қабыл болады да, зекет қабыл болмайды. Себебі зекетті сіз байлап бермеу керек шартқа. Мынаны киіп ал үстіңе, даже киім қылып бере алмайсың зекетті. Мысалы көрдің, бұл куртка бердіңіз, қымбат куртка сатып алып бердің. Но мен зекетім дедім, садақаңыз қабыл болмайды. Себебі ол адамға куртка керек жоқ, оның іш киімі жоқ. Оның үйінде тамағы жоқ. Не қылайын, ол фирменный костюмда шапан алып бергеніңізде. Мысалы оған шапан емес, ол жаурап жүр, оның тамағы жоқ үйінде, жейтін ішетін тамасы жоқ. Сіздің жұмыс тек қана бересіз. Зекетті тек қана қаржылай береді. Қашан береді, затпен қашан береді. Егер сіз товарлы жұмыспен жұмыс істесеңіз, мысалы тек қана ұн сатасыз, зекетті ұндай бере аласыз. Тек қана бәтінге сатасың, жұмысың таң атқаннан кешке дейін бәтінге сату. Онда сол зекетті бәтінгелерді аппаратына бір камаз бәтінгені үйіп тастайсың. Онда болады осылай істеуге. Ал бірақ сіз бүтін ақшаға ана адамға байлап, сен қажылыққа барасың, Түркістанға барасың, денсаулығыңды емдет деп даже беруге болмайды. Даже өліп қалған әкесін жерлеп деп бере алмайсыз. Бірақ шариғат бойынша ағайынға берген зекет ол супер бірінші орында тұратын зекет. Әдеке ағайын, шариғатта аслихудат ахавайкум, ағайындарды жалғағандар, ағайынды көтергендер. Даже Ханафи мазхабы бойынша соғылып жатқан мешіттің өзінде талас бар. Соғылып жатқан мешітке зекет беру турасында ғалымдар қатты тартысқан. Болады деген, болмайды деген. Соғылып жатқан нәрселерге, даже көпірге соғуға зекет жүрмейді деп айтқан үкімдер бар бізде. Сол үшін зекет ол ағайындықты күшейтетін, бауырмашылықты күшейтетін, ортадағы ағайындықты күшейтетін, сынат ортаға түскен кезде, сын түскен кезде сол сынды шығарып тастап, ортада жарықты бір-біріне байлап қойған үлкен ұлы нәрсе болып табылады. Әрі зекетті бөлуге болады. Мысалы айтайық, бір адамға көбірек бермес үшін, мысалы айтайық, ол аса мұқтаж да болуы мүмкін, бөліп беруге болады. Мысалы пітір садақаны бөлуге болмайды, бір адамның пітірі бөлінбейді. Ал енді зекет ол бөлінеді. Қанша адамға бөлсеңіз де ықтиярыңыз.